тақуалық. Менің марқұм нағашы атам Жүсіп Жанғазыұлы кездескен барлық адамға танымаса да сәлем беретін. Сәлемдесуді пайғамбарымыздың сүннеті деп үйрететін. Өзіне қазақ, татар, мұсылман былай тұрсын, орыс, неміс және басқа халықтың азаматтары уважаемый Джуко деп әрдайым ықыласпен бірінші сәлемдесуші еді. Туысымыз Бабиров Қайыржан Әбсәләмұлы деген Көкшетау Щучьенің танымал зиялы қариясы Жүкең туралы осындай әңгімесін айтқан. Мен институтты бітірген жас кезімде Жүсіп атамыз өзінің досына Щучьенің потреб кооперациясының басшысына конторына жұмысқа орналастыруға апарғанда, мекеменің ауласына кірместен бұрын бастап, кәрі жас демей, ұлттарына қарамай, бәріне амандасып, мені ертіп келе берді. Өзім ұялғаннан ол кісіге ата, бұл бәрін не қыласыз дегенімде, әлі есімде маған ақырын айтқаны: сәлемдесу сауап, және осы адамдар ішінде саған керек болатыны бар, деп түсіндіргені. Содан бастап сәлемдесу маған да дағды болды. Одан пайда көп екен. Жоғары қызметтерге де жеттік, деді. Дана бабаларымыз сәлем бермегенді мұсылмандығы кем, тәрбиесіз және әдепсіз есептейтін. Ал осы заманда тіпті көрші-көршіге амандаспайды. Демек, сол тақуа шарапатты қариялардың асыл насихаттары керек ау. Марқұм Жүкең төңіректе өте сыйлы адам болды. Өйткені жан-жақтан ақылдасуға келетіндер көп еді. Соларға білгені мен мол тәжірибесіне сүйеніп, ақсақал ең тиімді жолы айтатын. Содан болар, ел ішінде атамды көрген сәтте бәрі илтипаттары мен қуаныштарын білдіретін. Тіпті басқа халықтар өкілдері, көршілері уважаемый Джуконы сыртынан көп мақтайтын. Бала шағымда Жүкеңді соншама жақсы көретіндеріне таң қалмай үйреншікті санайтынмын. Кейін ақыл ойым толыңқырағанда, шарапатты қарияның өмірінде кездескен талай оқиғалары туралы естіп, бұл құрметінің себебін түсінгендей едім. Мысалы, ақсақал қайтыс болғаннан соң, оны өмірде таныған адамдар жылдар бойы үйіне келуді жалғастыра берді. Бір күні үйдің алдына бірден көп көлік тоқтап, солардан шапшаң клерктер атып түсіп, кейін олардың басшылары шықты. Сол кездегі жоғары лауазымды адамдар топтасып, құрметтерін көрсетіп, көңілін айтуға үйімізге келіпті. Құран оқыттырып, дастарханда отырғанда әңгіме айтылды. Соғыстан кейінгі аш мұқтаждыққа толған жылдар еді. Мен сол кезде Мәскеуде институтта оқып жүрген жетім студент бала едім. Жатақханамызда қазақ балалары бірігіп, сабағымызды оқып отырған бір кеште сол үлкен бөлмеге бір жылы жүзді қазақ ағай кіріп келді. Қасында жол көрсеткен әлгі адамның алдында әбден еңкейіп кеткен жатақханамыздың жайда тәкаппар коменданты бар. Жаңағы Нұрлы аға біздерден тек өтінгені: шырақтарым, тағы қазақ шәкірттер бар болса, оларды да осында тез шақырыңыздаршы, дегені. Табылған балаларды шақыртып, олар келгенше амандықтарымызды сұрасты. Сосын әлгі аға қалтасынан өте жуан, дәу күмәжнегін шығарып, бәріміздің қолымызға оған дейін өмірімізді әлі көрмеген үлкен купюраларды таратты. Сол берген қаражаттар бәрімізді бір жылдай асырады. Балалықтан соншама қуанып, рахмет айтқаннан басқа ештеңе айта алмадық. Сонда таныс емес, әлгі кісінің атын сұрамағанды бәріміз кейінгі жылдарда өкініп жүрдік. Заман өтті. Бірге оқыған жігіттердің көбі белгілі азамат болды. Сол оқиға көңілде еді. Бір күні Көкшетауда басшылық қызметтегі досым маған қуанышты қоңырау шалып, сол Жомарт аға табылды, деді. Айтуы бойынша, ақсақалды көргенде бірден таныған екен. Пәлен жылдары Мәскеуге талай рет ВДНХ-ға барғанын анықтағанын айтты. Көп созбай ретін келтіріп, жазғы демалыста студенттік достармен ақсақалдың алдына келіп, осы дастарханға жиналған едік. Міне, аталарың осындай адам еді, деді әлгі кісі. Атеистік кеңес заманының 70-ші жылдар соңында, қапырық жаздың күндері, Жүкең Көкшетаудың облыстық ауруханасында емделіп жатқанында ораза айы басталыпты. Сол жағдайда ораза ұстамаса да болушы еді. Бірақ иманы бұған рұқсат етпеді. Өте діндар ақсақал күндізгі мезгілі ішілетін дәрілерді
түнгі сағаттарына ауыстырып аузын бекітіпті. Дәрігерлер ақсақалды емделу режимін бұзғаны үшін оны ауруханадан шығармақшы болғанында оған жақын туысы сол мекеменің басшыларының бірі атақты хирург Кенжебай Мұқышев жақтасып болысыпты. Марқұм атамның бұлжымас амалдарының бірі бар еді. Жыл бойы жарықтық құптан намазын оқығаннан кейін бұзылмаған дәретімен 1 сағат көлемінде Құран кітапты қолына алып оқитын. Яғни намаздан соң дүние сөзін сөйлемей, тек аяттарды оқып, кейін иманын айтып, ұйқыға жататын. Атамның түсіндіргені, егер ұйқыда дүниеден өтіп кететін болса, соңғы сөздері Құран аяттары болғай деген. Солай тақуа атам қайта-қайта Құранды басынан аяғына дейін оқып, хатым қылып тұрушы еді. Әрдайым ақсақал Алладан ризалығы мен жәннатты тілеуші еді. Содан намаз, ораза және басқа ғибадаттарды сүйсініп орындайтын. Өзі өте ауқатты адам болғаны үшін қолы ашық және қолынан келген көмекті ел жұрттан аямайтын. Мұқтаж адамдар қасынан үзілмейтін, ал атақты моллалар үйінде айлап жататын. Шарапатты ақсақал елде зираат, құдық, көпір жөнделетін болса, оларға да қаржылай көп демеу қылатын. Және әр жылы Бұхара медресесіне пошта арқылы зекетін жіберетін еді. Жасы 60-тан асқанда өзіне ақыретке арналған ақ матаны және жерлеуге қажетті басқа заттарды дайындап, үйіне сақтап қойған. Тіпті өз мазарына қоятын тасты шаптырып, аты жөнін жазғызып, оны қорасында сақтаған еді. Ақсақал фәни шаруаға өте пысық болғанымен қатар, көңілінен бақилықты шығармай, жарқын ғұмырының 85 жасында ғана мәңгілікке аттанған. Осы әңгімені 2014 жылы жаздым. Әлі айтарым мол. Менің каналыма жазылыңыздар.